Сәлем, менің есімім Садуақас Айбар. Бұл Қазақстан тарихының 8-ші тақырыбының практикалық жұмысы. Тақырыптың аты Ресей империясының орталық саясатының кезеңдері. 18-ші ғасырдан бастап Қазақстан аумағы Ресей империясының қол астына өте бастады. Бұл процесс бір күнде жүзеге асқан жоқ, ол бірнеше ғасыр бойы кезең-кезеңімен жүргізілді. Ресейдің отарлау саясатының басты мақсаты геосаяси үстемдік орнату, шикізат ресурстарын игеру және орталық Азия бағытына жол ашу болатын. Сол Орта Азияны жаулап алу мақсатында ең алдымен олар қазақ елін отарлаудан бастады. Қазақ даласы Ресейдің шығыс саясатының ажырамас бөлігіне айналып, отаршылдықтың түрлі формаларын бастан кешірді. Басында одақтық және протектораттық қатынастар арқылы, кейін әскери бекіністер мен гарнизондар жүйесі арқылы, сосын 19 ғасырда әкімшілік саяси реформалар мен қоныстандыру саясаты арқылы, сосын мәдени ағартушылық және рухани отарлау, яғни орыстандыру саясатына көшіп аяқтады. Сол 18-ші ғасырдың алғашқы ширегінде Қазақ хандығының саяси жағдайы және Әбілқайыр ханның Ресеймен одақтық шартының жасауы туралы айтатын болсақ, 18-ші ғасырдың басында Қазақ хандығы ішкі және сыртқы жағынан күрделі жағдайға тап болды. 17-ші ғасырдың соңына қарай хандықтың үш жүзі арасында байланыс әлсіреп, біртұтас саяси құрылым ыдырай бастады. Сол кезде бізге сырттай біршама қауіптер түсті. Олардың біреуі жоңғар шапқыншылығы. Олар 1710-1720 жылдары да жоңғар мемлекеті қазақ жеріне бірнеше рет жорық жасап, елді үлкен апатқа ұшыратып әлсіретті. 1723 жылы болған Ақтабан шұбырынды Алакөл сұлама атты қасіретті оқиға қазақтың басына түседі. Ол оқиғада елдің біраз бөлігін жойып, елімізді қатты әлсіреткен болатын. Сонымен қатар Ресей мен Қытай империялары да өз ықпалын кеңейтуге тырыса бастады. Осы ауыр жағдайда Қазақ хандығының билеушілері елдің тәуелсіздігін сақтау жолын түрлі дипломатиялық амалдарды қарастырып көрді. Соның ішінде кіші жүздің ханы Әбілқайыр елді сыртқы жаудан қорғап алу үшін одақтас іздеді. 1730 жылы ол Ресей империясына елшілік жіберіп, Ресейдің қамқорлығын, протекторатын қабылдау жөнінде ұсыныс жасады. 1731 жылы 19 ақпанда Анна Иоановна патша арнайы жарлық шығарып, Әбілқайыр хан бастаған кіші жүз қазақтарын Ресей бодандығына ресми түрде қабылдады. Бұл келісім бастапқыда тең құқықты әскери саяси одақ сипатында болды. Бірақ Ресей патшалық қазақтарды сыртқы жаудан қорғауға уәде еткенімен, уақыт өте келе бұл шарт орталық тәуелділікке алып келді және тәуелділіктің алғашқы қадамына айналды. Бұл Әбілқайыр ханның Ресеймен одақ жасауы сол кезек үшін енді елді аман алып қалудың бір амалы болып саналды. Бірақ ол империяға қазақ жеріне заңды түрде енуге мүмкіндік беріп, болашақ отарлаудың негізін қалаған болды. Жалғастыра кететін болсақ, әскери отарлық кезеңі мен бекіністер салынады. Олар 18-ші ғасырдың екінші жартысында Ресей империясы қазақ даласына әскери отарлау саясатын белсенді түрде жүргізе бастады. Ресейдің үкіметінің мақсаты ең алдымен қазақ жеріне ену және ең алдымен Ресей үкіметі қазақтарға өзінің қорғанысын күшейтеміз, басқа көршілес елдерден аман алып қаламыз деген себептен бекіністер тұрғыза бастады. Қазақтарды экономикалық және саяси тұрғыдан Ресейге тәуелді етуге мәжбүр қылды. Және оның бірі Орынбор шебі. Әбілқайыр ханның өтінішімен
орынбор бекінісі тұрғызылған болатын ең алғаш 1735 жылы. Бұл бекініс бастапқыда қазақ-орыс саудасын дамыту үшін салынғанымен, кейін қазақ жеріне бақылау орнатудың әскери орталығына айналды. Сосын жайық шебі. Кіші жүз аумағында көптеген бекіністер Ор, Троицк, Гурьев, Урал, Калмыков деген сияқты бекіністер салынып, қазақтардың мал жайылымын шектетті және оларды бір шекара орнатып жіберді. Сосын жайық бойындағы казак әскерлер жиі қазақ ауылдарына шабуыл жасап, халық наразылығын тудыра бастады. Сосын Сібір шебі пайда болды. Ол 18 ғасырдың соңында. Орта жүз аумағында Ертіс бойымен Семей, Өскемен, Қалбатау, Бұқтырма, Павлодар сияқты бекіністер салынды. Бұл шептер арқылы Ресей Қазақстанның шығыс бөлігін толық бақылауға алды. Сосын Закаспий және Арал маңы бекіністері салына бастады. Ресейдің Орта Азияға жол ашу стратегиясы осы аймақтарда жүзеге асты. 1847 жылы Арал теңізінің жағалауына Райым бекінісі, кейін Қазалы, Перовск, Ақмешіт бекіністері салынды. Бұның нәтижесінде қазақтар өз жерінде еркін көшіп жүру мүмкіндігінен айырылды. Бекіністер қазақ жеріне былай тұрғанда шекаралар орнатты. Бекіністер арқылы Ресей қазақ билеушілерін бағындыруды жеңілдетті. Сосын қазақ халқының отаршылдыққа қарсы күрестері біршама әскери көтерілістер болды. Халық наразылығын Сырымдатұлы, Исатай, Махамбет, Кенесары көтерілістері. Осы әскери қысымның салдары көтеріліске алып келді. Сосын отарлық реформалар мен орыс шаруаларын қоныс аударту саясаты басталды. Ол 19 ғасырда екінші Александрдың бұйрығымен 1865 жылы қазақ елін толықтай Ресей патшалығының қол астына енгізу мақсатында 1865 жылы жаңа комиссия құрылды. Ол комиссия қазақ жерінің этнографиясын, әлеуметтік жағдайын және экономикалық жағдайын зерттей бастады. Сол зерттеулер нәтижесінде 1867 жылы Жетісу мен Сарыарқа маңын бақылау жөніндегі уақытша жарлық шықты. Сосын 1868 жылы Батыс Сібір және Орынбор генерал-губернаторларының басқару уақытша жарғысы шықты. Бұл қазақ жерін 3 генерал-губернаторлыққа бөліп жіберді. Олар Орынбор, Батыс Сібір және Ташкент. Олардың құрамында ең басты бөлініс ол ішкі бөлініс болды. Генерал-губернаторлықтың ішінде уезд, болыс, ауыл деген сияқты бірнеше сатылы әкімшілік биліктен тұрды. Және бұл бізге халыққа былай қарағанда тек болыс старшынын ғана сайлауға рұқсат берді. Бірақ әкімшілік жүйені Ресей қазақ халқына берген сияқты болғанмен, бәрібір де генерал-губернаторлықтар Ресей империясының қол астында болды және барлық жүргізілген операциялар Орыс империясы арқылы шешіліп өтті. Бұдан сот жүрісі де өзгере бастады бұл кезде. Бұрын бізде билер соты болғанымен, олар да қалды, бірақ тек олар болыс аумағында және қарапайым ғана соттарда халықтың күші болды. Бірақ әрі қылмыстар мен ұрлық және тағы да басқа үлкен жазаларда Ресей империясы және генерал-губернаторлықтың қол астындағылар арқылы
жекшелеп отырған болатын. Сол себепті де бұл қазақ халқын орыс империясының қол астына енгізуге оңайлатты деуге де болады. Сосын қоныс аудару саясатына келетін болсақ, 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың басында Ресей үкіметі қазақтардың жекеменшік жерлерін алып, мемлекеттің меншігі деп санатты және халықтың өздерінің жерлерін өздеріне тек пайдалану үшін ғана берген болатын. Бұл Ресей империясына қоныстандыру саясатын жүргізуге үлкен ықпал етті. Бұл қоныстандыру саясатында Ресейдің ішкі губернияларындағы жер тапшылығын шешу, қазақ жерін шаруалар арқылы игеру, қазақ халқын өз жерінен ығыстырып отаршылдықты тереңдету, 1916 жылдарда 2 миллионнан астам орыс және украин шаруалары Қазақстанға көшіп келді. Бұдан Қазақстанның біртұтастылығын жою мақсатында. Сосын қазақтар жайылымдық жерлерінің шамамен 45 миллион десятинадан астамын сол көші-қон және қоныстандыру саясаты арқылы бізден айырды. Нәтижесінде қазақ экономикасы күйзеліске ұшырады, мал шаруашылығы қысқарды, жер тапшылығы күшейді. Сосын бұл отарлық саясат 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің басты себептерінің бірі болды. Және дін және тіл саясатына келетін болсақ, осы реформалар арқылы Ресей империясы қазақтардың діни ұстанымын және тіл саясатын бұза бастады. Шіркейлер сала бастады және ислам дінінің қолданысын азайта бастады және орысша мектептер етіп қазақша білім беруді қиындатып жіберді. Сосын мәдени саясаттың мақсаты қазақ халқын өзінің дәстүрлі мәдениетімен, дінімен және тілімен алыстату болды. Және олардың мақсаты Ресей империясының адал шенеуніктер мен қызметкерлер даярлау қазақ жерлеріне. Және қазақ қоғамын рухани тәуелді ету арқылы саяси қарсылықты әлсірету. Бірақ орталық жүйенің барлық қысымына қарамастан қазақ халқының ұлттық рухы сөнген жоқ. Олар 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында қазақ зиялыларының көмегімен ұлттық жаңғыру идеясын көтеріп, алаш қозғалысы дүниеге келіп, одан арман ақырында қазақ елінің тәуелсіздігіне алып келді.